Көмектесіңдер маған. Қабат деген ай, қырсық бір айналдырса шыр айналдырады деген. Тура кинодағыдай болды ғой. Бәрекелді. Құрылғының зардабы кімге тиеді екен? Ана жігіт. Оны таптым. Тобот, ана көліктің соңына түс. Қарасты көліктің соңынан сен. Әке? Осындасыз ба? Тобот X пен Y-ды құрастырып жатқанымда сендерді бір сәтте есінен шығарған емеспін. Иә, екі тобот бар, және олардың басты мақсаты біздің отбасымызды қорғау. Иә, тобот Y-ға сенің төсбелгің керек, Кори. Төсбелгіңді жоғалтпаған шығарсың, ұлым. Өйткені өзіңді жекеменшік тоботың күтіп тұр. Көліктің артындағы белгіге кілтті салып, оны оталдыр, балам. Ха! Ақауы бар көлік анықталды. Не дейсің, Никс? Мен ол көліктің соңына түс деген жоқпын ғой. Көліктің жүргізушісіне қауіп төніп тұр. Иә, дұрыс айтасың. Алдымен оған қол ұшын беруіміз керек. Дегенмен не істей аламыз? Оған не болды екен? Талдау жасайық. Тежегіш істен шыққан, бір жеріне зақым келген. Қозғалтқышы қалыптан тыс жұмыс атқаруда. Қорытынды. Көлік бұрылысқа жетіп 30 секунд ішінде соғылады. Жақсы, тездетіп бұл оқиғаның алдын алайық. Жылдамдықты арттырыңыз. Бұл ең жоғарғы жылдамдық. Жүк көлігінен қалпаятын болдық. Жылдам, бұл бұйрық. Жылдамдықты арттырып келеміз. Мына қырсық құрылғын-ай, түзету енгізейін. Мінекей, қазір. Көлік механикалық басқарылуға көшті. Болды. Бұл сенің қолыңнан келе ме? Райын жоспар құрады. Тобот X жүзеге асырады. Нысаны жақындап қалды. Мен белгі берген кезде көлігіме қарғып түсуге әзір бол. Өзіңнің несің дұрыс па? Мен олай істей алмаймын. Ертеңгі жаңалықтардың тақырыбы 7-ші даңғылдағы көлік апаты. Енді жұрт ескі көліктерін Бурунг Моторс жаңа көліктеріне алмастыратын болады. Әне келе жатыр.